Сәлеметсіңдер ме, балалар? Здравствуйте, ребят. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ағаш отырғызамыз. Тема сегодняшнего урока – мы посадим дерево. Жаңа сөздер, новые слова. Тыңдаймыз, қайталаймыз. Слушаем, повторяем. Күрек, лопата. Қазу, копать. Қазады, копает. Ұстап тұру, держать. Ұстайды, держит. Тағы қайталаймыз. Күрек, қазу, қазады, ұстап тұру, ұстайды. Келесі тапсырма, балалар. 119 беттегі мәтінді тыңдаймыз, қайталаймыз, оқимыз. Открываем 119 страницу, читаем текст, слушаем, повторяем. Біздің отбасымыз үлкен. Наша семья большая. Біз ағаш отырғызамыз. Мы посадим дерево. Атамыз бен әкемізге көмектесеміз. Мы помогаем дедушке и папе. Атам мен әкем күрекпен қазады. Дедушка и папа копают. Інім мен қарындасым ағашты ұстап тұрады. Младший брат и младшая сестренка держит деревья. Мен ағашқа су құям. Я поливаю дерево. Балалар, тағы қайталап оқимыз. Ребята, самостоятельно прочитайте текст. Потом выполните задание. Бірінші тапсырма сөздерге қажетті қосымшаларды жалғап жазды. Первое задание. Мы должны ставить нужные окончания. Эти окончания мы знаем. Сәттілік тілеймін. Желаю удачи. Третье задание, үшінші тапсырма. Төмендегі сөздерді мағынасына қарай сәйкестендіріп сөйлем құра. Мы должны соединить слова по смыслу и составить предложение. Например, образец посмотрите. Менің отбасым үлкен. Моя семья большая. Ребята, дальше мы составляем со словом мен, я, інім, младший брат, әкем, папа, да? С этими словами также составляем по смыслу предложения. Желаю удачи. Сәттілік тілеймін, балалар. Жарайсыңдар. Келесі, балалар, үй жұмысы. Үй жұмысы 120 бет. 4-ші тапсырма. Открываем 120 страницу. 4 задание. Это домашнее задание. Өз аулаңа отырғызатын гүл мен ағаштың суретін сал. Суретіңді баянда. Мы должны нарисовать цветок или дерево, которое хотите посадить у себя во дворе. И потом опишите свой рисунок устно. Это задание домашнее. Желаю всем удачи. Сәттілік тілеймін, балалар. Балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.